Елбасы медаль жобасына қатысу арқылы мен 7 бағыт бойынша жобада жұмыс атқардым. Оның ішінде кітап оқу, өнер бойынша, аспаздық іс бойынша, волонтерлық іс бойынша, еңбек тәжірибесі арқылы практикадан өту бойынша және өзімді осы бағыттар бойынша көп қырымда аша алдым. Жақсы қасиеттерді алдым. Кітап оқу бойынша мен мүлдем кітап оқымайтын едім. Осы жоба арқылы көптеген кітаптар оқыдым. Одан бөлек жобадан тыста кітаптар сатып алып, өзімді көбінесе рухани байытуға тырыстым. Аспаздық іс бойынша мен үйде ешқандай тамақ жасамаймын, өзім 5 ағайындымын. Менен кейінгі 2 қыз бар, сол екеуі ғана тамақ істейді, а мен үйде тек қана үй жинаймын, басқа ешқандай тамаққа, кухняға жоламайтын едім. Бірақ осы жоба арқылы мен өзіме алдыма мақсат қойып, үлкен жауапкершілікпен алғандықтан тамақ істеудің әр түрін үйрендім. Первый, второй, десерттің әртүрлісін жасауды, торттарды жасауды және оларды сатуды да үйрендім. Қазір сол бойынша да табыс тауып жатырмын. Одан бөлек волонтерлық іс туралы айтатын болсам, мектеп кезінен бастап мен көптеген қайырымдылық істермен айналысатынмын. Жанұяларға ақша жинап, өзімнің достарыммен бірге көптеген іс-шаралар ұйымдастыратынмын. Қазір осы университет қабырғасында тағы да сол бойынша жұмыс жасап жатырмын. Өзіміздің қорымыз бар, сол қор арқылы әртүрлі әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға көмектесіп жатырмыз. Одан бөлек тек адамдарға ғана емес, жан жануарларға да өзіміздің көмектерімізді көрсетіп жатырмыз. Және еңбек тәжірибесі арқылы мен осы жоба арқылы негізі өзімнің мамандығыма сәйкес практикадан өттім, 5 күндік практикадан өттім. Сол практикада өзіме керекті нағыз заңгерлерге керекті қасиеттерді, білімдерді, машықтарды жинай алдым.